Бүгінгі сабағымыз жаман әдеттердің бірі, қазіргі таңда белең алған әдеттердің бірі, әрбір мұсылманның мән бере бермейтін әдеттерінің бірі түнді ұйқысыз өткізу, яки болмаса кеш ұйықтау мәселесін қозғамақшымыз. Кеш ұйықтау мәселесі жай ғана уақыт өткізу, яки болмаса жай ғана жүрдім бардым қарайтын мәселе емес. Шариғатымызда пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын ерекше назар аударған, ерекше көңілімізді қаратқан мәселелердің бірі. Тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Бұхари және Муслим жеткізген хадисте келтіріледі ол кісіден: «Анна набия саллаллаху алейхи уассалам кана якраху ан-навма qabla al-isha wal-hadith ba'daha» дейді. Яғни шын мәнінде пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын құптан намазынан алдын ұйықтауды, құптан намазынан кейін бос әңгімемен жүріп тұруды жек көретін дейді. Қараңыз. Пайғамбарымызға ұнамсыз болған, пайғамбарымыз жек көрген іс әрекеттердің бірі құптан намазынан алдын ұйықтау. Ақшам мен құптанның арасында ұйықтау. Екіншісі, бұл құптаннан кейін бос нәрсемен, дүниеге немесе ақыретке пайдасы жоқ нәрсемен, тек қана жай әңгіме, жай өсек, жай сөз, осы нәрселермен уақыт өткізу пайғамбарымызға ұнамсыз болған. Жалпы пайғамбарымызға ұнамсыз болған деген сөз, ол ертең қияметте пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын шапағатына жетуімізге қандай да бір кедергісі келуі мүмкін деген мағыналарда шығып қалады ағайындар. Ибн Хаджар әл-Асқалани рахималлаху тағала айтады: құптаннан алдын ұйықтауды жек көруінің себебі дейді. Адам құптаннан алдын ұйықтайтын болса, ақшам намазынан кейін ұйықтаса, ол ұзақ уақыт ұйықтап қалуы мүмкін да. Құптан намазын уақытынан өткізіп алуы мүмкін. Яки болмаса, құптан намазының оқылуы тиіс абзал уақытынан өткізіп алуы мүмкін. Түн жартысын ауғанға дейін оқу абзал. Оқуымыз жақсы. Одан да өткізіп алу, бұл құптан намазын өткізіп алу деген секілді ауыр кесепаттарға әкелуі мүмкін. Міне осы жағынан жаман дейді. Яки болмаса, құптаннан кейін ұзақ уақыт ұйықтамау дейді. Адам таң намазына ояна алмай қалуын алып келуі мүмкін. Яки болмаса, таң намазына емес, түнгі тахаджуд намазына ояна алмай қалуға алып келуі мүмкін. Міне бұл екі жағдайдың өзі өте қиын дейді. Қазір бізде құптан намазы 6 пәленшеде болып жатыр, 6:30-де. Егер біз құптаннан кейін тіршіліктеріміздің бәрін тындырып, барлығын жайғастырып болғаннан кейін ертерек ұйықтап қалсақ мейлінше, онда бізде таң намазы бүгін 6 қаншада? 6:34-те оқыдық па? Таң намазы 6:34-те кірді ма? Таң намазынан бір жарты сағат алдын тұрсақ, бізде тахаджуд оқуға уақытымыз болады. 6-та оянатын болсақ, тахаджуд оқуға уақытымыз болады. Егер медицина бойынша 7-8 сағат ұйқы керек болады дейсін болса, сағат 11-де, яки болмаса 10-да ұйықтап қалатын болсақ, таң намазынан жарты сағат, 1 сағат алдын тұрып, дүниеміз үшін, ақыретіміз үшін пайдалы болған тахаджуд намаздарын оқуға болады. Бірақ осындай түніміз ұзақ болған уақыттардың өзінде, түн ұзақ жалғасып жатқан уақыттардың өзінде де таң намазына тұра алмай жатқан қанша бауырларымыз бар. Тахаджуд намаз демей қойын, таң намазына тұра алмай жатқан қанша бауырларымыз бар. Мен бұл жерде 5 түрлі мәселеге назарларыңызды аударғым келіп жатыр. Ең біріншісі, адам таң намазына ұйықтап қалу. Жалпы таң намазына әдейі қолмен өзінің бір мүмкіншілігі болып тұрып, осындай түнде көп ұйықтамастан ұзақ бос нәрселермен ұзақ жүріп алып, пайдасыз нәрселермен ұзақ жүріп алып, ақыретіне екеумізде дүниесіне ешқандай пайдасы жоқ нәрселермен ұзақ жүріп алып, таң намазына осылай ұйықтап қалатын болса, бұның күнәсі ауыр ағайындар. Алла тағала Мәриям сүресінің 59-шы аятында айтады: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا дейді. Яғни, содан соң олардың арттарына намазды зая қылатын, және нәпсілеріне, соқыр сезімдеріне берілетіндер болды. Енді ол орынбасарлар әлбетте жамандыққа, яғни жаман жазаға жолығады дейді. Қарашы.
таң намазын өткізіп алу, намазды зая кетіруді Алла тағала жаман жазаға жолығады деп жатыр. Нәпсі қалауына ерушілер деп жатыр. Бұл өте үлкен біздерге ескерту болу керек те. Басқа бір аятта Алла тағала «Құр'ан әл-фәджр, инна Құр'ан әл-фәджри кәна мәшһуда» дейді. Күн ауғаннан түннің қараңғысына дейін намазды толық орында, және таң намазын, бамдат намазын оқы толық орында. Өйткені таңғы намаз түн мен күндізгі періштелердің әзір болатын намазы дейді. Түн мен күндізгі періштелер қатысатын намаз деп таң намазын Алла тағала қасиетті Құранда сипаттағанда. Біз сол таң намазын өткізіп аламыз да, егер түнде бос нәрсемен, ешқандай дүниемізге яки ақыретімізге пайдасыз нәрсемен өткізіп алатын болсақ. Пайғамбарымыз имам Муслим жеткізген хадисте, Аллахның салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтады да: «Мен салла салата субхи фахуа фи зимматилlah». Кім таң намазын оқитын болса, ол Алла тағаланың қорғанында болады дейді. Кешке дейін оны Алла тағала қорғайды. Келесі таң намазына дейін 24 сағат бойы оны Алла тағала қорғайды да болады. Сондықтан да көпшілік мәселен біздерге келеді, намаз оқымаған кезде, таң намазын өткізіп алған кезімде қандайда бір сынақпен, қандайда бір қиыншылықпен бет-бет келгендігінен таң намазын оқымасам, бүгін басыма бір нәрсе келіп қаламын деп қауіппен жүретін боламын деген қанша адамдар бар біздерге. فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. Алла тағаланың қорғанында болған адамға зиян беріп, оған бір қандайда бір жамандықпен, оны жамандықпен ұстамаңдар. Ал кім олай жасайтын болса, Алла тағала оны қатты ұстайды, оны тозаққа салады дейді. Яғни таң намазын оқыған адамға басқалар соқтығыспасын деп жатыр. Өйткені ол Алланың қорғанында. Мына дүниеде ғой өткізіп алар бір нәрсе қыл. Таң намазын оқыған адамға жәбір жеткізер, басқа қылар. Бірақ оны Алла тағала ертең қияметте ауыр азаппен ұстап, жүзімен тозаққа тастайтындығы жайлы айтып жатады. Басқа бір хадисте имам Муслим жеткізген. Пайғамбарымыз ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Лән яли жаннара ахадун салла қабла тулу'i шамси ва қабла ғурубиха. Лән яли жаннара ахадун салла қабла тулу'i шамси ва қабла ғурубиха. Яғни күн шығардан алдын, яғни таң намазын, күн батардан алдын, яғни екінті асыр намазын оқыған адам тозаққа оралмайды дейді. Яғни тозаққа кірмейді дейді. Қарашы. Тозақтан бізге қалған болатын, тозақтан бізге қорған болатын намаз екенде бұл таң намаз. Бірақ біз түнде өзімізге пайдасыз болған, орынсыз болған нәрсемен, әңгімелермен, жай маңыз нәрсе болса, жұмысымызға, дүниемізге, ақыретімізге пайдалы нәрсе болса, басқа әңгіме өткізіп алатын болсақ, міне осындай бірінші қатері бар. Екінші қатері, адам тахаджуд намазына тұра алмауы да осыдан шығады. Егер ерте тұратын болсақ, ерте тұруға мүмкіншілігіміз бар. Тахаджуд намазы жайлы тек қана хадистерде емес, Алла тағала қасиетті Құранда жеке зікір еткен намаздардың бірі. Жеке зікір еткен намаздардың бірі. Және бірнеше рет зікір еткен. Тіпті 5 уақыттың намазының өзін Құран-ы Кәрімде Алла тағала дәл тахаджуд намазы сияқты бұлай зікір етпегенде. Тахаджуд намазының маңызын сол жерден түсінсек болады. Алла тағала қасиетті Құранда айтады: момын мұсылмандарды, тақуа пенделерді сипаттап тұрып, «Кәну қалилан минал лейли ма яхжаун, ва бил асхари хум ястағфирун» дейді. Олар түннен аз ғана уақыт қана көз жұматын, ұйықтайтын еді. Олар таң сәрілерде істеген қателер үшін Раббысынан жарылқау тілейтін еді дейді. Қарашы. Таң сәрі, яғни сәре уақыты, таң намазы уақыты кірерден уақыт жарылқау тілесек, демек дұғамыз қабыл болады деген сөз білесіздер. Ол уақытта Алла тағала дүние аспанына өзінің ерекше мейірін түсіріп, «Хәл мин саилин фа'утия». Қаны сұраушылар бар ма, мен оның сұрағанын берейін. «Хәл мин мустағфирин фа'ағфиру ла». Қаны жарылқау тілеушілер бар ма, мен оны жарылқылайын.
Хәл мин таибин фаатуба алейх, қаны тәубе етушілер бар ма, мен олардың тәубесін қабыл етейін дейтін сондай бір берекелі уақытта ол уақыт. Ал біз соны болмашы өткенше шейін жай әңгімелермен өткізіп, соның қадірін білмейтін болсақ, онда бізге өкініштер болсын. Алла тағала момын мұсылмандарды тағы бір аятында сипаттап тұрып, тақуа пенделерді, «Татажафа джунубухум анил мадажи яд'уна раббахум хауфан ва тама'a ва мимма разақнахум юнфиқун» дейді. Олар жамбастары жылы орын жайларынан аулақ болады. Яғни түндерін ғибадатпен өткізіп аз ұйықтайды. Олар Раббыларына қорқу және үміткерлікпен мінәжат етеді. Және біз оларға ризық етіп берген нәрселерден сарып ихсан ажыратады дейді мұсылмандар сипаттаған. Қарашы, түнгі намаздардың қандай маңыздылығы. Тіпті ғалымдарымыз түнгі намазды өткізіп алу, яки болмаса таң намазды өткізіп алу емес. Таң намазын өткізіп алатын жағдай болса да, mesela таң намазды өткізіп алатындай жағдай болса, бір адам түнде Құран оқса, мәселен, құптан намазын оқып болды, сөйтті де, сағат түнгі 3-4-ке дейін Құран оқса, 7-8 сағат Құран оқса да, сөйтіп солай кеш жатқандығы себепті таң намазды ұйықтап қалатын болса, соның өзі дұрыс емес та. Соның өзі ислам шариғатында құпталмайды. Соның өзі құпталмайды. Неге? Өйткені бізде парыз амалдар орны ерекше ағайындар, соны түсінуіміз керек. Алла тағала қасиетті хадис құдсиде айтады. Ешбір пенде мен парыз еткен амалдарды орындап маған жақындағаны секілді, өзге ешқандай амалды орындап маған жақындай алмайды дейді. Қарашы. Ешбір пенде маған парыз амалдарды орындап маған жақындаған секілді, өзге ешбір амалды орындап маған жақындай алмайды дейді. Бұл деген сөз, қанша парыз намаздарды орындасақ, ол бізге Құдайға жақындататын ең үлкен мүмкіншіліктеріміз сол біздің. Бір парыз намаздың орнын жүздеген, мыңдаған, миллиондаған нәпіл де басылмайды. Сондықтан да ол парыз. Сондықтан да оны Алла тағала міндетті қылды оқуды. Яки болмаса Рамазан оразасын. Яки болмаса қайсы парыз амалдар айтыңызшы. Оның дәрежесі жоғары. Сондықтан да ғалымдарымыз айтады, тіпті құлшылық ғибадатпен өткізіп жатқан болса да, таң намазына тұра алмай қалатындай қауіп болса, соның өзі құпталмайды дейді. Ал егер біз бұл сөзбен өткізсекші. Бір күні Жибрейіл періште пайғамбарымызға, ол кісіге Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деп айтады да: «Я Мұхаммед, иш ма ши'та фа иннака майит». Ей Мұхаммед, қалағаныңша өмір сүр, бір күн келіп дүние саласың. «Уамал ма ши'та фа иннака маджзиюн бихи». Қалағаныңша амал ет, бәрібір жақсы амал істе, жаман амал істе, оның есебін, оның сауап сыйын тартасың, жазасын тартасың. «Уахбиб ман ши'та фа иннака муфариқу». Қалағаныңа көңіл қой, қалағаныңды жақсы көр, бір күн келіп одан айылысасың. «Уалам анна шарафал му'мини қиямул лейл». Момынның абыройы, момынның мәртебесі түнгі тахаджуд намазымен болады. «Уиззуху истигнаху анин нас». Ал оның күш-қуаты адамдардан кенде болу, адамдарға мұқтаж болмаумен келеді деген. Үшінші мәселе, бұл таң намазына, құптан намазынан кейін ұйықтамау, бос нәрсемен уақыт өткізу. Бұл ертең қияметте сол уақытымыз үшін Алла тағаланың алдында жауап беруге алып келеді. Имам Тирмизи жеткізген, ол кісінің өзі Хасан Сахих деген хадисте айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла тазулу қадама абдин йаумал қиямати хатта юсала ан умрихи фима афна». Пенденің дейді, ертең қияметте есеп қисап майданынан мына нәрселер сұралмай ажырамайды дейді аяқтары. Ең біріншісі, өмірін не нәрсеге өткізгені жайлы сұралады дейді. Ең бірінші, неге өткіздің? Уақытың қалай өтті деп сұрайды дейді.
Анау бір кейбір ведомстволарда бар ғой, кейбір мекемелерде сағат сайын жазып отыратын. Мен бір сағатта былай істедім, мына сағатта былай істедім, мына сағатта былай істедім, мына сағатта былай істедім. Күніне 8 сағатқа келген болса, сол 8 сағат сайын былай несін жазып отыратын бар ғой. Қалай уақыттар үнемделіп қалады бірақ. Ертең Құдай тағала бізден сағат емес, минут сұрайды да. Әр минутымызды, әр сәтімізді қалай өткізгенімізді сұрайды. Ал ол нәрсені бос нәрсемен өткізген болсақ, оның жауабын береміз. Ал егер кальянханаларда сол нәрселерді шегіп, ішіп, әркімді бір өсектеп, былап сөздер айтып, ғайбат айтып, күнә жұмыспен өткізген болсақ ше, онда күнәнің үстіне күнә арқалаймыз, Алла сақтасын. Төртінші мәселе, түнде ерте ұйықтамау, бұл Алла тағаланың қойған жүйесіне қарсы жұмыс істеуді. Алла тағала түнде тыныштық қылды. Түнде жанның тыныштығы, тәннің тынышталатын уақыты қылды. Әлем ярау анна жаална лейла яскуну фи. Олар түнде жандары тынышталатын, тәндері тынышталатын етіп жаратқанымызды көрмейді ме деп Алла тағала айтады. Ал ғылым ше, қазіргі заманғы медицина не дейді? Енді бір 5 нәрсені айтып берейін. Медицина жағынан. Ең бірінші, мелатонин тапшылығы басталады. Мелатонин деген гормон, бұл сағат 10 мен 2-нің арасында бөлінеді дейді сала мамандары. Бұл адам ағзасындағы жасушалар бар, әртүрлі нелер бар, қайтып жаңаруына, өзінің функцияларын қайтып тетік жақсы жұмыс істеуіне алып келетін гормонда, ол бөлінбей қалады. Екіншісі, кортизол инверсиясы деген пайда болады. Яғни стрессті жоятын гормондар да бөлінбей қалады. Стресс, депрессия неге көбейіп кетті қазір? 2-нің бірін қарасаң стрессте жүр. 2-нің бірін қарасаң депрессияда жүр. Неге? Оны тыныштандыратын Алла тағала түнде жан тыныштығы деген сол түнде тыныштандыратын нәрсені біз пайдаланбастан өткізіп алып жатырмыз да. Алла тағала оны бөледі қылып қойған еді бізге. Өзімен өзі жаңа стресстеріміздің бәрі тарқалып, депрессияның бәрі кететін болып қойған еді. Осы организм солай бір керемет қылып жаратқан еді. Бірақ Құдайдың жаратылысына қарсы қойған заңдылықтарына қарсы жүргізгіміз келеді. Сол арқылы өзіміздің денсаулығымызды зақымдаймыз. Үшіншісі, адамның жаңағы май алмасу нелері зиян болады. Оны адам уже семіре бастайды. Ас қорытылу жүйесіне зиян болады мысалы. Осы сияқты нәрселер өте көп мысалы. Егер медицинаға бір қарайтын болсақ. Ал Алла тағала түнді бізге тыныштық, жанның тыныштығы және тәннің тыныштығы үшін жаратып қойды. Сондықтан да егер біздер дініміздің айтқанымен жүрсек, ең бірінші Алланың алдында сүйікті пенде боламыз. Пайғамбарымыздың шапағатына жетеміз. Ал тағы да бізге осы дүниенің өзінде осындай тәнімізге де саулық келеді. Тәннің саулығы да келеді. Өкінішке орай біз мына жақты неғылмай жатырмыз да. Көпшілік адамдар менен келіп сұрайды кейде, депрессияда жүрмін, көңілім тыныш емес, стресстемін деді. Айтам, Алла тағала 2 нәрседе жан тыныштығы бар. Біріншісі жұбайларында, әйелде, күйеуде, отбасында. Екіншісі түнде. Біз түнде өзіміз жаңағы достарымызбен сыртта қаңғырып, түнгі сағат 2-де келеміз. Түннің жан тыныштығын алмаймыз. Әйелдеріміздің, жұбайымыздың жан тыныштығын алмаймыз. Сонда стресс кімде болады онан кейін бізде болады? Депрессияға біз түспегенде кім түседі онан кейін? Сондықтан да Алла тағала баршамызға естігенімізге, білгенімізге аманат етіп нәсіп етсін. Алла абырой берсін.